Қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз пирогтың основасын жасаймыз. Осы әдіспен ғана жасаймын. Обязательно жұмыртқаны салмас бұрын оның ішінде су болмауын қадағалаймыз. Жақсылап сүртіп аламыз ыдысымызды. Ал достар, видеоға лайк, комментарий жаза кетіңіздер. Маған ол өте қажет нәрсе. Достарыңызға жіберіңіздер. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ал енді осындай таразыларыңыз болса өте жақсы. Таразыларыңыз болмаған жағдайда жұмыртқаны базардан алғанда, мысалға 60-65 грамм деп тұрады, значит оның сүйегі 5 граммдай кетеді. Поэтому алып тастайсыз да, бір жұмыртқа 60 грамм болады. Бір жұмыртқаның өзі 60 грамм. Жуып тазалап, обязательно жуып тазалап жасаймыз жұмыртқаны. Өйткені ол базардан келді ғой. Өзіңіз жейсіз. Міне үшіншісін жасап жатырық. Пирогтың основасын үшеумен де жасауға болады, төртеумен де жасауға болады, бесеумен де жасауға болады. Ол бірақ сіздің диаметріңізге байланысты. Менің диаметрім 26. Ал сіздің диаметріңіз 16 болған жағдайда 3 жұмыртқаның өзі жетіп жатыр. 3 жұмыртқа сізде көбейтесіз 180 грамм болады. Если сіз 60-65 граммдық жұмыртқаны алсаңыз, если 55-60 граммдық алатын болсаңыз, оны 3-ке көбейтесіз 55-ті. Енді біз мұнда тоже құмшекерді алдық да. Құмшекердің тоже бірге бір аламыз. Мысалға, сіз жаңағы 180 грамм жұмыртқа шығатын болса, 3 жұмыртқадан. Значит, сіз 180 грамм құмшекер салыңыз керексіз. Менде 300 грамм жұмыртқа, 300 грамм құмшекер салдым. Сонымен қоса мына ұнды да осылай жасаймыз. Ұнды жақсылап илейміз, 2 рет, 3 рет илей беріңіз. Өйткені араластырған кезінде комоктар өзі болмайды. Сол қаншалықты илегіштен илеген сайын, соншалықты комок шықпайды. Сол үшін ерінбей илейміз. Мұнда біз уже миксермен жұмыртқаны айналдырып жатырық. Біріншісінде жайлап бірмен қоямыз, потом уже көтере береміз кішкене, скоростын кішкене көтереміз, араластырып, құмшекер араластырып отырып, құмшекерді 3 этапқа бөліп аласыз, 3 рет саласыз. Вот қазір мен 1 рет салдым, одан кейін тағы да 1 рет салам. Полный айналдыру уақыты, миксермен айналдыру уақыты 10 минут алады. 10 минут тұрып, қаншақты көбірек айналдырсаңыз, соншақты көтеріледі. Сіздің көтерілген жұмыртқаңыз, значит, духовкада жақсы піседі деген сөз. Оған да байланысты. Если сіз 2 минут, 3 минут айналдырып қоя салсаңыз, ой деп, онда көтерілмейді бұл жерде. Бұл жерде обязательно 10 минут айналдыру керексіз. Онды да салып жатырық. Обязательно елегіштен илеп өткіземіз. Елеп өткіземіз. Басқа қазақша қалай айтады өзі сөзінде жетпейді, но елегіштен обязательно өткізу керек ситадан. Сол кезінде комоктар болмайды. Ондарыңыз ұшып, неге жұмыртқаға жапса береді өзі. Бұл торттың основасы. Осылай араластырады. Қаласаңыз творожный сыр қоссаңыз болады арасына. Сатып алып, қаласаңыз сгущенка мен сахарный емен араластырып жасауға да болады кремді. Енді ар жағын өзіңіз фантазияңызға байланысты. Міне уже біз осы выпечкаға арналған бумага негізінде арзан, экономный вариант. Ішінде 10 штук ұзын. Бір штугына 4-5-6 даже пісіруге болады, так что осыдан алсаңыз болады.
10 штугы 500 теңге тұрады базарда. Енді әр базарда әр түрлі ғой. Чем магазиннен кішкентай ғана алғаннан гөрі осыны алған дұрыс. Ал енді жаңағы основаны құямыз ыдысымызға. Мен негізі осы ыдысты өзіме жөн көрем. Достар, лайк, подписка, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Осылай полный тазалап аламыз ыдысымызды. Духовкаға 180 градусқа қойып қоямыз. Енді әркімнің әрқандай духовка, поэтому ең үлкен градусқа 10 минутқа қоясыздар духовкаға. 10 минуттан кейін аз отынға қоямыз, ең минимальный отынға қоямыз да, тоже бір 10 минут, 15 минут күтеміз. Одан кейін теріс қаратып қойсаңыз, сол кезінде ровный болады. Мен теріс қарататын кезінде ылғи мен басқа тірлік істеймін да кетіп қалам, поэтому менікі ровный шықпай қалады. Міне уже пісірдік, дайын болды. Жан-жағын обязательно осындай пышақпен босатып алыңыз. Ешқандай май-сай ешнәрсе жақпайсыз. Ханымдар, уже біздің основамыз дайын болды. Енді лайк, комментарий жазуды ұмытпайық. Шаңырақтарыңыз шаттыққа толып, всегда сау саламатта болыңыздар. Аман болыңыздар.